Менің әкем 80-ші жылдардың басында Мәскеуде құрылысшы болып жұмыс істеді. Олар мұнаралар салды. 2 ауысымда жұмыс істеді. Таңертең және кешке. Олар жақта мыстан бар дейді. Құрылыс алаңдары мен 80-ші жылдағы апат бір-бірімен тығыз байланысты болды. Бірақ бұл қауіпсіздікке байланысты емес, ал басын бұрған әйелдің кесірінен екен ешкім айтпады. Басында ол сол жердің жұмыскерлеріне сенбеді. Олар әкемді түнгі ауысымда жұмыс істеуіне көндірді, бірақ түнгі ауысымның жалақысы көбірек болды. Сосын әкем әрқашан түнгі ауысымда жұмыс істеді, бірақ басқа да СНГ адамдарымен бірге. Және әлгі мыстанға көп мән бере қоймады. Бірақ әкем бір түн үшін өз ойын өзгертті. Ол сатымен өз қабатына көтеріліп келе жатыр еді. Көрші ғимаратта ол тоқтап, қараңғы жерге қарады. Шетінде әйел тұрды. Оны әкеммен бірге жүрген жұмыскер де көрді. Менің әкем оны ұстап қалу үшін бірінші жүгірді. Артынан жұмыскер кетті. Көтеріліп болған соң, олар әйелдің сол орында тұрғанын көреді. Әкем оған айқайлап, ақырын жақындай бастады. Әкем оған жақындаған кезде, ол бірден бұрылып қалды. Әкем басында дым түсінбеді. Оның көзі аузы тұратын жерде, ал аузы көз тұратын жерде. Бір көзі ақ, қисық күліп тұрған. Әйел емес, мыстан. Сосын ол қайтадан дала жаққа қарады. Осы кезде оның қасындағы жұмысшы келеді. Әйелдің белінен ұстап тоқтатқысы келді. Бірақ әйел қадам жасап, екеуі де құлап түсті. Осыдан бері әкем таңғы ауысымда жұмыс істейтін болды.